Қазақстандықтар, құрметті 4 Власенфо көрермендері, бүгін мінекей Талдықорған қаласында осындай бір құдалық деген кафе, мінекей қараңыздар, халық арасында шыққан белсенділер мен қоғамдық палата белсенділері, жетісу жеріндегі жан жақта жатқан ауыл аудандардан белсенділер шығып, 4 Власенфо журналистерінің бірлігімен қала тұрғындарымыздың арасындағы белсенді азаматтар, өзінің азаматтық позициясы бар азаматтар бірігіп, осы бір қазаққа дұға оқытуға әрекет етіп, мінекей осындай кең дастархан жайылуда. Осы ниетіміз қабыл болып, мәселе бірдемені айтып көрсеткенде, болмаса бір жаңағы тамақ ас бергенде ешкім байып, болмаса ешкім бір содан абырой таппас, бірақ өлі разы болмай тірі байымайды деген қазақта жақсы сөз бар ғой. Сол біздің ата-бабамыздан келеткен осы бір өсиетті жерге тастамай, біздің қаңтар оқиғасында өмірден өткен азаматтар мен азаматшаларымызды еске алып, біздің қолымыздан келетін дұғаны оқып, артынан осындай бір жақсы ниет білдіріп жатырмыз. Бүкіл Қазақстан халқына жаңағы көңіл айтып, осындай бір дұға тілек ниеттеріміз қабыл болып, осы азаматтар мен азаматшаларымыздың, біздің еліміздің дамуына қосқан үлесін еш уақытта ұмытпай, жаңағы тарихта осы бір оқиға ұмытылмайтындай, ол әрбір азаматымыздың қосқан үлесі, өзінің азаматтық позициясы болды. Соның бәрін ұмытпай, енді сол ұрпақтарына сабыр беріп, қалған артта қалған ағайын туыс бауырларына жақсылық беріп, осы қаңтар оқиғасы қайталанбай, тек қана жақсы, жарқын, әділетті Қазақстанда өмір сүрейік деген ниетпен 4 Власенфо журналистері әр кезде халықпен бірге етене қайнап, қоғамның қазанында бірге қайнасып, осындай шаралардың басы-қасында жүріп, Жетісу облысында, Талдықорған қаласындағы азаматтарды еске алуда осындай өзіндік үлесін қосып жатқан жайымыз бар. Тек қана жақсылық болсын. Алдағы осы келер жылда қазағымыз көркейіп, еліміз тек қана керегесі кең, терезесі тең мемлекеттермен бірге дамып, үлкен бір жаңағы халықаралық деңгейдегі ареналарда көрініп, біздің жаңағы халқымыздың тарихы дамып, еліміз дамып, көшіміз ілгері жүре берсін деген ниетте қазір халықпен бірге қауышып, осы дұға тілек қабыл болсын деген ниет. Міне, ас басталды. Қазір Құран бағыштап дұға оқылады. Өстіп, жаңа қаңтар оқиғасындағы азаматтарымызды еске алу рәсімі басталды. Туысқандарым қайтыс болғанда бір ауыз өлең шығарып едім, осы қаңтар оқиғасына байланысты. Бүгінгі беріп жатқан астарыңыз қабыл болсын. Осыны ұйымдастырып жатқан адамдарға мың алғыс. Жалғыз біз емес, осы қаңтар оқиғасында қасірет шеккен отбасы бәрімізге қайғыра көңіл айтамын. Бәрі қабыл болсын, жандар жаннатта болсын дегім келеді. Қайтыс болған бауырым, сіңлім, келініме арналады. Звондасам құстай ұшып келуші едің, мерекеде гүл әкеліп беруші едің, енді мені іздейтін бауырым жоқ, аңқылдаған бауырым інішегім. Аттандың ғой мәңгілік мекеніңе, Алламау, бір отбасын бірақ алып кеткеніңе, иесіз қаңыраған қара шаңырақ, зар еңіресем құлағыма жетеді бе? Алтын ай жағылмайтын отын қалды, ешқашан асылмайтын қазан қалды, нұрайым жалғызым деп жүгіретін, сен үшін ағармайтын азан қалды. Мен қалдым қасіреттің жетегінде, соңғы рет бір көрмедім кетеріңде, жандарың жанатты болып жатыңдаршы, жұмаларда Құран оқып өтемін де.